келгенде. Бірақ менде сабақты бастамас бұрын мынандай ой келіп тұр. Топқа бөлініп алайық. Мысалы, қазір сендер отырсыңдар осылай, өздерің қалаған орындарында. Бірақ мен топқа бөлініп келіп тұр. Топты біз мозаика әдісі арқылы. Мысалы, мен сендерге таза немен сендерге андай пазл нелерін таратып беремін. Менде біреу қалады, бала сабақты келмей қойды. Бізде біреу қалады, менде. Біз қазір кезек-кезек асықпай, мысалы, Елназ бірінші бастайсыңдар, бір менде кетесің. Елназ іле ғой. Жақсы, келесі бізде Анвар іле ғой. Елназ отыра ғой. Жаттап ал, сен қолында қандай не болған, сурет болған. Келесі бізде кім? Келе ғой, Нұрғи. Әнірәли дайын бол. Жақсы, келесі Әнірәли келе ғой. Келесі бізде кім? Езен келе ғой. Соңға мен өз бағымды болсам. Жарайсың. Келесі Мадина. Мерей. Жақсы. Және де менің соңғы пазлым, соңғы өлшегім, мінекей. Ал енді сұрақ. Бұл таныс па кісілердің түрлері? Бұл кісілер, бұл тұлғалардың түрлері таныс па? Кім? Қайсы айтамыз? Жақсы. И? Мұстафа Шоқай. Жақсы, өте жақсы, өте жақсы. Тезірек, қанекей кімде қай болды? Мысалы, мына жаққа Мұстафа Шоқай командасы, мына жаққа Александр Дұстан командасы жиналады. Тез. Давайте. Заттардың алдында ма? Жақсы, ондай болса, сұрақ бұл кісілердің бүгінгі, бұл тұлғалардың бүгінгі сабағымызға қатысы қандай деп ойлайсыздар? Біз бүгін осы кісілердің өмірбаянын өтеміз ба? Жоқ, өйткені біз оны өтіп кеткенбіз. Тағы. Бәлкім бұл кісілердің қандай бір оқиғаға байланысты екенін өтеміз ба? Дұрыс айтасың. Қандай да бір оқиғаның себепкері екеніне өтетін боламыз. Енді өзен көріп тұрғандарындай бүгінгі тақырып Қазақстандағы ұлттық автономиялық тақырыбы. Жазылыңдар. Қазақстандағы ұлттық автономиялық. Тағы да мен алға айтамын, тақырыпты бастамас бұрын біз тақырыптың мағынасын түсініп алу керекпіз. Біздің яғни Қазақстан жеріміздегі ұлттық автономиялық. Бұл жерде біз Қазақстандағы ұлттық деген сөз түсініп тұр, бірақ автономия деген сөз шығып тұр бізде. Бұл сөз біз бірінші естіп тұрған жоқпыз, оны білесіңдер. Осы күнге дейін талай естідік, дүние жүзінен де өттік, Қазақстан тарихында біраз кездесті. Сұрақ, сонда автономия деген не екен? Есімізге түсірейікші. Біреу не есте бар шығар? Автономия. Мерей? Елдің ішіндегі ел дейді, жарайды. Отыра ғой, тағы ойлар бар ма? Мадина айта ғой. Мемлекетте өзін-өзі басқаратын ел дейді. Жақсы. Ондай болса, мән беріп жіберейік, ол қандай мағынаны білдіреді. Ұлттық автономия дегеніміз не дейді? Кеттік. Ұлттық автономия белгілі бір аумақ немесе халық өз ішкі мәселелерін өз бетінше шешуге құқық алатын өзін-өз басқару нысаны дейді. Бұл халықтардың өз мәдениетінің, тілін және дәстүрлерін сақтауға мүмкіндік береді дейді. Яғни, бұл жерде Мерейдің ел ішіндегі ел дегенін айтуға болады. Бұл жерде Мадинаның жаңағы анықтамасында қосқандағы мағына алып. Яғни автономия дегеніміз ол өзін-өзін басқара алатын, ұлттық мүддені сақтай алатын және орталық билікпен тікелей байланыста тұратын мемлекет. Енді сұрақ,
Тәуелсіз мемлекет пен автономияның айырмашылығы не? То есть қандай? Біз тәуелсіз республикамыз. Қазақстан қазіргі таңда. Автономия сонда не? Екеуінің айырмашылығы не? Один. Автономия берілуі мемлекетке бағынады, ал мемлекет, тәуелсіз мемлекет ол өзі басқарады. Жақсы, дұрыс айтасың. Тәуелсіз мемлекет, яғни ешкімге тәуелділігі жоқ, өзімен өзі өзінің жолын таңдай алатын, өзінің жолымен жүре алатын, қандай да бір мемлекет, қандай да бір ұлт, иә, соны айтып, сол айтамыз. Ал автономия өзін-өзі басқара алады, ішіндегі жаңа заңдар өзі қабылдай алады дегенмен, ол ненің заңынан аспайды, өзінің бағын отырған, яғни орталық. Билікпен асып кете алмайды, иә. Жақсы, өте жақсы, молодцы. Енді жалғастырайық, бізде мынадай слайдқа мән берейік. 20 ғасыр басындағы тарихи жағдай. Білесіңдер, 20 ғасырдың басындағы тарихи жағдай өте ауыр болып басталды. Еске түсірейік, біз мына автономиялардың құрылуына дейін қандай оқиғалар болды? Бірінші, 1904 не болды? Бірінші дүниежүзілік соғыс ең ауыр, ең қорқынышты соғыстардың бірі. Атынан да айтып тұр, иә. Сосын 16 жылы ұлт азаттық көтерілістер өрши бастады, көбейе бастады, иә. Сосын 1917 жылы дұрыс айтасың. Ұлт азаттық көтерілістердің кейінгі салдары не болып шықты? Ең үлкен екі революция. Ақпан мен Қазан революциясы, иә. Сөйтіп біз келеміз қайда? 1917 жылға. Бүгінгі тақырыбымыз, иә, біздің Қазақстан жеріндегі екі автономияның құрылуы туралы сөйлесетін боламыз. Жақсы. Мен алдыңғы сабақта сендерге айтып кеткен болатым, иә. Біз алдыда әлі Алаш автономиясы туралы өтеміз, және де әлі Түркістан деген автономия болған, иә. Түркістан мұхтарияты деген мен сендерге бір кішігірім не айтып кеттім? Трейлер, немесе тизер дейді ғой, киноларда болады ғой. Сондай жасап кеткен болатым. Сол үшін біз сендерге кішігірім мәлімет беріп кетейін Алаш автономиясы туралы. Бізде Алаш автономиясы жариялануы 1917 жылдың желтоқсанында Орынборда өткен екінші жалпы қазақ съезінде Алаш автономиясы жарияланады, иә. Бұл қазақ зиялыларының ұзақ күресінің нәтижесінен шыққан нәтиже, иә. Жарияланған күні 1917 жылдың 13 желтоқсаны, орталығы Семей, мақсаты қандай болды? Автономия қазақ мемлекетін құру және үкіметі кім болды? Алашорда. жазып алайық. Қараңдар. Мен бүгін сендерге мәліметті, негізгі деген мәліметтер беремін. Содан кейін, өздерің білесіңдер, бірінші рет емес, бұндай тапсырмалар жасап жүрміз. Бүгін осы тақырыпқа мен сендермен бірге жасанды интеллектіні пайдаланғым келіп отыр. Иә? Оның алдында естеріңде болса, басқа тақырыптарда пайдаланған болатынбыз. Мысалы, қай жасанды интеллектті біз пайдаландық бұрынғы сабақтарда? Гамма-эй дейді, жақсы. Гамма-эймен біз не істеп едік? Презентация жасамыз, иә, жақсы. Дальше тағы қандай жасанды интеллект пайдаланамыз? ChatGPT, иә. ChatGPT біз былай айтқанда біз үшін бүгінгі сабақ жаңа сабақ емес, иә, күнделікті пайдаланып жүрген сабағымыз. Жазып алайық. Жарияланды деген, яғни қандай мағынада айтып отыр? Мемлекеттің құрылуы біз жариялап жатыр, біз құрылды, осы кезде біз Алаш үкіметіміз деген мағынада, иә. Жазып болды ма? Ондай болса келесі, біз бұл қозғалыстың жетекшілерімен, яғни осы Алаш үкіметінің, Алаш автономиясының пайда болуына үлкен еңбек сіңірген тұлғалар туралы қарастырып кетейік. Бұл Алаш қозғалысының бастауында қазақ зиялыларының көрнекті өкілдері тұрды, олар өз халқының бостандығы мен өркендеуі үшін күресті. Кімдер? Алашорданың жетекшісі, публицист, ғалым, иә. Келесі бізде Ахмет Байтұрсынов, ағартушы, тілші, қазақ жазуының реформаторы. Келесі Міржақып Дулатұлы, ақын жазушы, Алаш қозғалысының басшыларының бірі болды, иә. Бірақ осы үкіметтің, осы кісілердің арасында осы Алаш автономиясының төрағасы болып бір адам тағайындалады. Сендер ойламшы кім? Ахмет Байтұрсынов. Тағы
Не дедің? Әлихан Бөкейхан. Өйткені бұл идеяның басында жүрген, идеяның алдында жүрген, осы идеяны жетелеп, тартып, көтеріп келе жатқан басшылардың бірі болды. Осы кісі Әлихан Бөкейхан Алашорданың жетекшісі. Даже Алашорданың жетекшісі деп мына жерде жазып қойған, публицист, ғалым болған кісі. Автономияның негізгі мақсаттарын айтып кетейік. Алаш бағдарламасы қазақ қоғамын жаңғыртуға және дамытуға бағытталған кең ауқымды міндеттерді қамтиды. Ол біріншісі жер мәселесі, қазақ жерлерін сақтау және әділ бөлу. Екіншісі білім беру, ұлттық білім беру жүйесін дамыту, мектептер мен университеттер ашу. Мәдениет пен тіл, қазақ тілін, әдебиетін және дәстүрлерін қолдау. Осылайша өзін-өзі басқару, парламенттік жүйесі бар, демократиялық мемлекет құру. Осы жерде жер мәселесі, білім беру, мәдениет пен тіл және өзін-өзі басқаруда осы алаш автономиясын құрған кезде іске асырып қолдары жететін болады. Келесі. Түркістан автономиясы туралы сөйлесіп кетейік. Алаш автономиясымен қатар біздің Қазақстан территориясында тағы бір автономия бар. Ол 1917 жылдың қарашасында Қоқанда Түркістан автономиясы жарияланады. Ол Орта Азия халықтарын біріктіріп және өз мемлекетін құруға ұмтылады. Жарияланған 1917 жылы орны Қоқан қаласы, аумағы Орта Азияда және өмір сүргені қысқа мерзім. Қысқа мерзім, яғни 17-ден 18 жылдары өмір сүрген. Түркістан автономиясының басшылары, бұл Түркістан автономиясының жетекшілері өмірдің әртүрлі халықтарын біріктіруге және күшті тәуелсіз мемлекет құруға ұмтылды. Мұстафа Шоқай, көрнекті саяси қайраткер, автономияның идеологы, және Мұхамеджан Тынышбаев, инженер басшылардың бірі. Жақсы. Екеуін салыстырмас бұрын біз мына жерде кішігірім сендерге аумағы жарияланған күні жетекшілер, негізгі мақсаты және орталықтары. Мысалы, аумақ алаш автономиясы қазақ жерлері деп жазылған, Түркістан автономиясы Орта Азия дейді. Жарияланған күні 1917 жыл желтоқсан, 1917 жыл қараша. Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Мұстафа Шоқай және Мұхамеджан Тынышбаев демократиялық мемлекет, мынау ислам қағидаттарын пайдалану арқылы. Негізгі мақсаты. Орталығы Семей, Түркістан автономиясында немене? Ташкент. Енді сендерге мынандай бір не бар? Тапсырма бар. Тапсырма орны бар. Көшейік, Так, бәріміздің алдымызда ноутбуктар тұр. Менде жетпейді, екі адам бір ноутбук пайдаланса болады. Ашайық. ChatGPT сайты бәрінде ашылып тұр. ChatGPT сайты бәрінде ашылып тұр. Ондай болса, мен сендерге бүгін берген мәліметті қараңдар, бір сұрақ. Мына презентацияны қарасаңдар, бірдеңеге ұқсап тұр ма, бір түрлі болып тұрған жоқ па презентация? Бұл жасанды интеллектпен жасалған. Иә, дұрыс айтасың. Қандай жасанды интеллектпен жасалған? Біз бұрын жасаған, пайдаланған жасанды интеллект. Енді қараңдар. Бұл жерде мен ештеңке дайындамай, бұл жасанды интеллектінің алдында құрып, маған Қазақстандағы ұлттық автономиялар туралы не жасап берді? Презентация жасап берсін деп құрып запрос жасай салдым. Запрос жасай салдым. Сол себепті мына жерде берген мәліметтің бәрі кім беріп тұр маған? Жасанды интеллект беріп тұр. Енді қараңдар. Біз осы күнге дейін талай проблемаға түскенбіз. Жасанды интеллект барысында бізге жасанды интеллекттің берген жауабы мен кітаптағы мәліметтер кейде не болмайды? Сәйкес келмей қалады. Мен сендерге мына презентация бойы мен сендерге түсіндірген тақырыптың ішінде бірнеше қате бар. Бүгінгі бүкіл сабақ бойы сендер сол қатені маған сабақтың соңында тауып беру керек болсын. Ал оны табамыз біз қай кезде? Өзіміз тапсырма орындай бастаған. Сол үшін бірінші тапсырма бізде кесте толтырамыз. Кестені толтыру, мен мына жерге сендерге күшті кесте дайындап берген.
ағайлардың керемет почеркімен жасалған кесте. Осы кестені біз қазір толтыратын боламыз. Сендерге маркер беремін. Тақтаға. Ол жұмысты біз 5 минуттың ішінде жасау керекпіз. 5 минуттың ішінде жасау үшін біздің өзіміздің неміз жетпеуі мүмкін, иә? Сол үшін біз қазір ChatGPT-ді пайдаланамыз. Пайдаланамызда сендер кімсіңдер? Мұстафа Шоқай. Сендер? Әлихан Бөкейхан. Яғни сендер кім туралы жазасыңдар? Қай автономия туралы жазасыңдар? Түркістан автономиясы. Жақсы, сендер, получается, Алаш автономиясы туралы. Жақсы. Атауына Алаш автономиясы, Түркістан автономиясы ұқсастығымен айырмашылықтарын жазып шығамыз. Мен мына жерде көрсетіп тұрғаным неге қарамаңдар. Сендер қазір кітап пен ChatGPT-ді пайдалану арқылы мәліметтерді іздейсіңдер. Яғни, білесіздер, осы күнге дейін мен сендерге промпт деген не екенін түсіндіргем. Промпт, яғни не нәрсе? Запрос, сұрау. Біз ChatGPT-дің сұрауды осы күнге дейін талай сабақта жасағанбыз. Сол үшін қараңдар, бір сұрақ қояйын. Сендер қазір ұқсастығы мен айырмашылығын табу үшін ChatGPT-ға қандай запрос жасайсыңдар? Қандай сұрау жасайсыңдар? Екеуін маған салыстырып бер деп жазасың, иә? Жақсы, жарайды. Сендер? Алаш автономиясы туралы. Сен маған Алаш автономиясы туралы мәлімет жасап бер деп айтасың, иә? Жақсы, жарайды. Көрейік, кім бірінші орында бітеді, мына жерде звоноктар шарт өткізесің, сол бірінші шығып жазып. Көрейік, кім жылдам екен? Осы күнге дейін сендер талай тапсырманы, талай тапсырмасын біз ChatGPT арқылы жасайтын боламыз. Бірақ бізде қандай правила бар, қандай бізде ережелер бар ChatGPT-ге жасағанда. Жазған ChatGPT жауап берген жауаптарды біз немен тексереміз? Кітаппен тексереміз. Бұл ең басты ереже. Мысалы, маған Мерейдің промпты, яғни Мерейдің сұранысы ұнады. Ол айтты, мен деді, Түркістан автономиясы мен Алаш автономиясының айырмашылығын көрсет деп жазамын деді. Былай айтқанда, мына тапсырманы толығымен орындап беруге дайын тұр, иә, ChatGPT. Жақсы. Бірақ. Сендер ұмытпаңдар, ChatGPT, басқа да жасанды интеллект, оның бәріне нәрсе көмекші құрал. Көмекші құрал болғаннан кейін сендер мына жерге тапсырманы, бұл екінші ереже, өз сөздерімен айналдырып жазасыңдар. Өз сөздерімен. Мысалы, біз кітаптан қандай бір мәліметті ұзағынан іздейміз, оқыға отыру керек болады. Сондай мәліметтерді тез тауып беретін бізге көмекші жасанды интеллект. Топтан адам бір адамнан шығып, нәтиже жасап болады. Біз қазір оны талқылаймыз. Үш минут қалды. Kembali kan, jadi kalau itu lagi. Anda, получается, маған гамма-ейдің маған гамма-ейдің қойып берген салыстыруы осындай болып шықты. Кішігірім
Критерий алышасыңыз X автономиясы алмат жер аманатымен бекітілген мынау деп. Иә? Қазақ жерлері, мұсақанас қазақ жерлері деп жауап берген маған. Алаш автономиясы. Нақтылық жоқ қой ма? Сол себепті мен сендерге айтарым, құралды пайдаланып жасанды интеллект, сендер өздерің нақты жауап беруге тырысу керексіңдер. Пайдаланып, көмек етеді. Түсіндіңдер ме? Мысалы, менің логикамда былай болады. Егер мен аумақ қазақ жерлері деп тұрса, мен қайтадан жерлерді сұрау жүрмін. Сен қазақ жерлері деп нақтырақ айтып жүрші, қай жерді меңзеп тұрсың? Қандай жерлер ол? Деген секілді, не айтып тұрсың деген секілді сұрау керек, нақтылық керек. Сонда біз пайдаланамыз. Енді мен бұл жерде сендерге қайталап ережелерді айта беремін. Бұл ережелерді біз жылдың басынан қарастырған болатынбыз, сендерге таныстырған. Бірінші, қандай еңбек берсем де, эссе еңбек берсем де сендерге мен айтамын, не істеу керек? Алдамау керек. Жасанды интеллект пайдалансаң, астына мысалы әр сөйлемнің қай жерде жасанды интеллект пайдаланғанын сендер маған айтып беріп отырасыңдар, ылғи. Мысалы презентацияны дайындағанда да мен айтамын. Мысалы мен сендерге салыстырмалы түрде көрсетіп жатырмын, Қазақстандағы ұлттық автономиялар деп тақырыпты ғана жаза салмай, оны жазғаннан кейін тексеріп не істеу керек? Зерттеп, өзің өзгерту керек, Так, минута. Бітті па? Оңға дейін санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Қандай? Уақыт өтті. Бірінші біз кім туралы жазамыз? Сіздерде қандай автономия? Келе ал. Салыстырған жазып жатыр екеуін. Жақсы. Бізге оқып берсең, не жазып тұр екен? Екі автономияда билікті жасауға берілді. Екі автономияда билікті жасауға берілді. Өзінің билігін жасауға, Жақсы. Автономияның негізгі несі? Мақсаты сол өзі де, мәні де сол. Жақсы отыра ғой. Келесі, айырмашылығына не жазар еді? Айырмашылығы Түркістан автономиясы ол түркі тілдес халықтарының бірлігімен пайда болған, алаш автономиясы тек қазақтардың арасында. Жақсы, жарайды, жазып қой. Жазып қой. Келесі алаштықтарды айнатыңдар. Бөкенхан командасы. Шыға берсең де болады. Жанына жаза берсең болады. Егер сүркен бесең,
Öğrenmişsin. Келесі. Олар сізде не болсасыздар? Екі автономияның да мақсаттары әртүрлі болды. Қандай? Автономиясының демократиялық қағидалар мақсаты болды, ал Түркістан автономиясында ислам қағидалары. İslam қағидалары негіз болды, иә? Жақсы. Отыра ғой. Ұқсастықтар туралы не айтар едің? Жүріңіз, былай істейік. Ұқсастығы деген шекараны алып тастайық. Бұл жерде біз бәріміз бірге жауап береміз. Тағы, ұқсастығынан тағы не болса болады? Жігіт ағамыз не дейді? Ұлттық зиялылар жетекші болған. Ұлт зиялылары жетекшілік жасаған, иә? Жақсы. Тағы? Бір кезеңде пайда болды. Жақсы. Ұлт зиялылары не істеді дедің? Басшылық етті? Басшылық етті, жақсы. Тағы? Құрылған Бір кезеңі кезең. ұқсас. Құрылған кезең бір жылы, бір уақытта, иә? Былай айтқанда. Және айырмашылығы не? Түркістан автономиясы ерте деседі. Деседі? Құрылды. Ерте ындырады ма? Иә. Жақсы. Енді осы басқа сабақтардағындай бүгін сабақ айырмашылығы дәл осы бүгін өтіп жатқан тақырыптарымызды ChatGPT-дің арқасында орындап жатқан тапсырмаларды біз не істейміз? Есте сақтаймыз. Алынған мәліметтерді, иә? Сол алынған мәліметтерді соның бәрін тест арқылы не істеймін? Тексеремін. Жақсы. Молодцы. Жарайсыңдар. Келесі бізде тапсырма. Бүгінгі келесі бізде тапсырма былай болсын. Әр топ бір презентациядан қарасын. Оған мен 5 минут беремін. 5 минуттың ішінде сендер не істеп шығу керексіңдер? Презентация жасап үлгересіңдер. Тақырыптар деді. Осы жерін тағы айтып жіберейін, иә? Қия саламын, звонок соғып кетті. Жоқ, Жоқ, презентация жасаймыз қазір. Gamma AI-ді пайдаланып, сендерде тағы да екінші вкладкада тұру керек. Мен әр топқа бір ноутбуктан ғана қостым, себебі сендер бірігіп жасасын деп, иә? Қараңдар. Gamma AI-мен біз бірінші жыл емес, жұмыс жасап жатқанымыз, иә? Бірінші рет емес. Сол себепті қазір мен сендерге 5 минуттық уақыт беремін. Сол 5 минуттың ішінде орындап тастаймыз. Жақсы ма? Бір қорғаушы болады, ол презентацияны қорғайтын адам болады, және екі адам шығарады. Қорғайтын екі адам шығарады. Қатыспай отырған балалардан шығарып көрейік, иә? Жақсы. Әрқайсымыздың тақырыбымыз былай болады.
Так. Презентация құрылу тақырыптары. Сіздер Алаш автономиясының құрылуының тарихи маңызы. Сенде де дәл солай, бірақ Түркістан автономиясының құрылуының несі тарихи маңызы. Несімен маңызды? Не себепті біз өтіп жатыр бұл тақырыпты? Соны маған не істейсіңдер? Қорғап бересіңдер. Жақсы. Ондай болса, бастайық, гамма ейді ашамыз. Аштық па? Есіңде бар ма? Так, сіздер де қалап қосылып отырсыздар ма? Қосылыңдар? Жасап болсақ, кірсек, уақыт өтті. Кімнен бастасақ болады? Түркістаннан бастайық. Әлде Алаштан бастайық. Кім дайын? Алаштан бастаймыз ба? Так, қазір сендердің маған жіберген презентацияларын. Ертім онда. Алаш автономиясының тарихи маңызы кім шығады? Так, кім? Анвар және Мадина келіңіз көрейік. Маңыз көрейік. Сендер редактирование жасадыңдар ғой, түзеттіңдер өз тілдерімен, дайындап берген тақырыпты. Ал басына. Бұл презентацияда біз Алаш автономиясының тарихи маңызын жүктеп шықтық. Алаш автономиясы қысқаша түсінік жазып өттік. Қазақстан тарихындағы жай ғана бір тарау емес, сонымен қатар ұлттық сана сезімінің іргелі элементі мемлекеттіліктің қайта өрлеуінің символы. 20 ғасырдың басындағы саяси жағдай Қазақстан өзгерістер қарсаңында. Осы кезде Алаш автономиясы Ресей империясының отаршылдық саясатын көрді. Және жер мәселесін және қоныс аудару саясатын және ұлттық сана сезімінің күшеюін күшейтті. Оның бәрін біз алдында өтіп кеттік, бізге былай айтқанда нені бастамас бұрын, тарихи маңызды түсіндірмес бұрын бізге гамма ей нені көрсетіп тұр, алғышарттары қандай болды, не болды бізге қысқаша айтып берді. Аха, жақсы. Алаш қозғалысының пайда болуының алғышарттарын беріпті. Ұлттық езгі. Ұлттық езгі жердің жоғалуы зиялы қауымның орнына революциялардың әсері. Жақсы. Құрылуы туралы беріпті, жақсы айтады. Алаш автономиясының құрылуы 1917 жылы құрылды. Ол Ақпан революциясы және самодержавияның құлауынан кейін қайталанды. Оның бойлап өткен жалпы қазақ съездеріне қабылданды. 1917 жылы 13 желтоқсанда Алаш автономиясы жарияланды. Жақсы. Мына суретке қарайықшы. Мына суретті жасын интеллект өзі берді. Қазақ десе, Орта Азия десе, жасан интеллект білмеймін неге бірінші нені қояды екен. Қытай тектес, сондай халықтардың түрін қояды екен. Жақсы, енді 5 минут берілгеннен кейін, 5 минуттен суретті өзгертуге сендерде уақыт болмады, жарайды. Келесі. Алаш автономиясының мақсаттары олардың мақсаттары ұлттық мемлекетті құру, модернизация, мәдени жаңғыру және халық құқығын қорғау болды. Жақсы. Ал тарихи маңызына енді көштік, біз? Давай. Алаш автономиясының тарихи маңызы ол қазақ мемлекеттігінің идеясын жаңғыруы және ұлт азаттық қозғалысын жаңа деңгейге көтеру. Қазақ қоғамындағы жаңғырту процестері басталды. Яғни қазақ мемлекеттік идеясының жаңғыруы одан әрі, ұлт азаттық қозғалысын жаңа деңгейге көтеру тәуелсіздік туралы ойлай бастады. Және қазақ қоғамындағы жаңғырту процесінің басталуы. Жақсы. Және де сендерде қайраткерлер оқытайды. Қайраткерлер туралы. Бізде Әлихан Бөкейхановты кімі? Чимин қылып қойған ба?
Ahmet Baytursunova жабдылады жақып бақпайды. Анда ше ылғи осы проблемамен біз кездесіп қаламыз, иә? Жасанды интеллектті пайдалану барысында. Жасанды интеллект Әлихан Бөкейхановтың шынайы түрін білмейді. Әзірше, енді болашақта үйренуі мүмкін. Ахмет Байтұрсынұлының түрін білмейді. Сол себепті қалай ойлайсыздар, неге азиат тектес жаңағы жас жігіттердің түрін алып тұрады? Не себеп деп ойлайсыздар? Себебі Орта Азия, Азия деген атты естіді. Алаш, яғни Азия. Орта Азия. Азия десе, қазіргі таңда жасанды интеллект. Осы Шығыс Азияны, Шығыс Азия мемлекеттерінің тұрғындарын, халқын санайды. Осылай деп. Жақсы. Негізгі қайраткерлері, олардың рөлі мынандай болды, Әлихан Бөкейханов қозғалыс жетекшісі, қазақ демократиясының әкесі дейді, Алаш орданың негізін қалаушы. Мына әкесі деген сендер өзгерттіңдер ме, әлде жасанды интеллектісі бар? Жасанды интеллект әкесі деп қояды. Келсем, жасанды интеллекті. Ахмет Байтұрсынұлы ағартушы, тілтанушы, қазақ жазуын реформатор. Жақсы. Міржан Болатұлы ақын жазушы, алаш қозғалысы идеологтарының бірі дейді. Жақпақбай заңгер, қоғам қайраткер, автономиялық құқықтық негіздерін үлес қосқан үлкен тұлғалардың бірі. Жақсы. Келесі көрейік. Жаңғырту және реформалар, даму бағыттары болыпты, заңдарды әзірлеу, білім беру жүйесін реформалау, заманауи басқару жүйесі қалыптастыру, мәселесін шешу. Бұны бағанада айтып кеттім. Тарихи сабақтары дейді, ойбай, мынаны кән. Қорқаш көрейік. Алаш автономиясының тарихи сабақтары ол тәуелсіз Қазақстан идеясы болды. Болашақ мемлекетіміздің негізі. Екіншіден, ол мемлекеттік басқару принциптері, демократиялық құндылықтар мен мемлекет. Үшіншіден, ол ұлттық бірлік пен азаматтық жауапкершіліктің маңызы болды. Өте жақсы. Сонда біз Алаш автономиясының тарихи маңызы неде дегенге жауап бергенде біз не дейміз? Қазіргі біздің мемлекеттің құрылуының негізі болып кеткен, фундаменті. Сол алаштықтардың, алаш қайраткерлерінің қойып кеткен іске асыруға тырысқан бағдарламалары біздің қазіргі мемлекеттің, яғни тәуелсіз Қазақстан идеясы, мемлекеттік басқару принциптері, және ұлттық бірлік, тәуелсіз болу, демократиялық құндылықтар мен құқықтық мемлекет болудың негізі, фундаменті болған автономия болып есептеледі. Жақсы, ChatGPT-мен келсем, негізгі ойды жеткізіп алдыңда. Отыра ойда бізде қорытынды бар екен, Алаш мұрасы қазіргі Қазақстанға дейді. Жақсы. Жарайсыздар, қошеметтеп қояйық. Келесі бізде Түркістан автономиясы. Ортаға шақырамыз, қошеметтеп қояйық. Кім шығады? Берек елмәс келеді. Ал, сендерде Түркістан автономиясының тарихи маңызы дейді. Қандыш әттемі салат еді, не дегенмен. Қандай әдемі? Ал кет. Бүгін біз слайдымызда Түркістан автономиясы туралы қысқаша сөйлейміз. Түркістан автономиясы қоқан автономиясы 1917 жылы Қазан түркиясымен бірге құрылған алғашқы қазақ мемлекеттік құрылымдарының бірі болды. Ол Орта Азия халықтарының өзін-өзі еркіндігіне ұмтылысын көрсетеді. Енді картадан берейік. Ұқсайды ма біздің карта? Бұл да жаңағы тұлғалардың суреттері секілді проблемалар жасанды интеллект. Біз не істей алмаймыз? Яғни ажырата алмайды жасанды интеллект, қасы дұрыс, қасы бұрыс екен. Сол себепті мен ойлайтамын, біз жасанды интеллект пайдаланғанда не істейміз оны? Дұрыс-бұрысын тексереміз, жақсы, жарайсыз. Құрылғы және мақсаттары. Ұлттық жиналыс. 1917 жылғы қарашада ақпанда өткен төтенше жалпы мұсылман съезінде құрылды. Тәуелсіздік ұмтылысы. Ресей империясының құлауынан кейін Орта Азия халықтарының тәуелсіздікке ұмтылуы. Әділеттілік пен теңдік. Әлеуметтік әділеттілік пен халықтар теңдігін орнатуды мақсат етті. Жақсы. Бұл менің мақсаты оқты деген Мұстафа Шоқайдағы байқатайын. Мұстафа Шоқайды араб тектес халық секілді қойыпты да, құрамында қазақ, өзбек, қырғыз, тәжік және басқа Орта Азия халықтарының өкілдерін кіргізгені жапондар, кәсіпкерлер тұрады. Жақсы. Автономия негізгі идеологтарының бірі және жетекші тұлғасы кім болды? Мұстафа Шоқай. Мұстафа Шоқайдың бір сөзі бар. Осы съезде. Соны еске түсіріңдерші. 64 бет ашайықшы. Тақырыптың басында жазып тұр. 64 беттің тақырыптың басында жазып тұр.
좋은 아, 낙타 좋은 낙타 좋은 진짜 낙타 좋은 Hai. 다섯 개 автономияны қысқартыңдар ең қысқа ғұмырлы автономиялардың бірі болып есептеледі түркістан облысы түркістан автономиясының жариялануы қарашада сөйтіп 18-ші жылдың ақпаны неше ай автономия небәрі 7-8 күн өсті бірақ оның тәйті маңызы сол дейді жақсы дальше негізгі себептері не болды Әскери күш кеңес үкіметінің әскери басымдығы. атылуының себебі ыдырауының себебі Ішкі келіспеушіліктен автономия басшылығындағы тәуелсіздік, экономикалық қиындықтар, қаржылық және ресурстар тапшылық. кеңес әскерінің фашистердің олардың неге дайын болмады соғысқа дайын болмады иә жарайсың емес тарихи маңызына жеттік не дейді екен Ұлттық сананың оянуы, орта азия халықтарының ұлттық санасын оятуға үлкен ықпал. Тәуелсіздікке ұмтылыс. Кейінгі тәуелсіздік қозғалыстарының негізі болды. жақсы Мемлекеттілік идеясы, қазақ мемлекеттілігінің құру идеясын нығайтты. құру идеясын нығайтты мұра және сабақ берді түркістан автономиясының мұрасы қазір орта мемлекеттердің тарихында маңызды орын алады дейді иә бірлік пен ынтымақтық ұлттық бірлік пен ынтымақтың маңыздылығын көрсетіп және тәуелсіздік үшін күресудің қажеттілігін дәлелдеді сендер отыра берсеңдер дым өзгертпей одан ешқандай пайда жоқ сендерге деген былай айтқанда халықтардың ой саналарында не ой түйіндері иә жақсы мына жерге екі машинасы қойып ой эфирде статуя салу дейді тәуелсіз статуясы деп аталады ақш-та дұрыс айтасың қазіргі заманғы көзқарас қандай екен Бүгінгі таңда Түркістан автономиясының тарихы ұлттық мақтаныш пен тәуелсіздік символы ретінде қарастырылады. Түркістан автономиясы біздің ұлттық тарихымыздың жарқын көрінісі. тарихшы кім тарихшы гамма елек өзін тарихшы деп жақсы міне көрдіңіз ба тағы бір проблема мысалы тарихшы деп жасалса ана гамма елек өз ойлап қоя салуы мүмкін андай шын мәнінде сөз болмауы мүмкін өйткені сіз денесін өзін көрдіңіз қандай кім тарихшы қандай тарихшы мен мысалы біз де айтамыз бір сөз айтып бір кісі деп жақсы сонымен бізде қорытындылай келгенде түркістан автономиясы қысқа мерзімде болса да орта азия халықтарының тәуелсіздікке деген ұмтылысының және мемлекеттік идеясының жарқын үлгісі болып қала береді жақсы балалар біз бүгін ондай жасанды интеллектті пайдалануымыздың бірден бір себебін түсіндіріп кетейін ондай біздің бір себебіміз әлем дамып жатыр и мен алып сендерге жасанды интеллект пайдаланамыз кітап пен нені ғана пайдаланамыз құр жазамыз дәптерге жазамыз деп мен сендерге айта алмаймын мен керісінше сендерге үйрету керекпін оның бәрін иә жасанды интеллект заман талмасай сендерді бейімдеу керекпін әр пән сөйту керек сол себепті біз қазір бірақ бірінші емес негізі ылғи пайдаланамыз бжу мен тжудан басқа иә ылғи нелерді пайдаланамыз жақсы ондай болса балалар қорытындылай келейік мына презентация арқылы сендер былай айтқанда бүгінгі сабақтың ой түйінін қорытындылап шықтыңдар деп айтылмақ болады ал енді білімді тексеруге мен қарапайым жеңіл сендерге тест дайындадым тест бізде қандай форматта өтеді деп ойлайсыңдар квизиз жақсы білеміз ғой ойнаймыз ғой ұнайды ғой бізге кеттік ондай болса телефондарымызды ашайық қазір сендерге шығарамын шықты иә қазақстандағы ұлттық автономиялар деген тақырып joinmyquiz.com жылғы кестесі кіреді өзіңіз көстеңіз екінші бәрін жауқасаңдар болады анешін ашқанда joinmyquiz.com Так, Медина говорит, здесь Амар, егер қоңын бердім.
Üçümüzde şu altı endi bizga birov kerak. Bu bizga tanlov. Жақсы балалар, бәріміз кірдік, екеумізде начать сейчас, и сұрақтар сізде де ортаға шығып тұрады. Қателеспесем, сол сұрақтарға жауап беруге боласың. Біздің сұрақтарымыз алашыда метод қайсы кезде Делек па? И уақыт өтті. Бізде бір жауап бергендер нешеу? Екеуі бір жауап берді, үшеуі қайтты. Және жауап берген адам үндемей қалды ма? Келесі жолы қаралған уақытын қайраткер Алаш партиясына мүше болды. Болмады. Кім болмады мына жерде? Алаш партиясына. 15 күн қалды. Әмірәлейін, Гүлназ, білеміз, 3 күн қалды. Бізде үшеуі жауап берді, жақсы, көрейік көрсіңіз. Сонда кім бізде мүше болмаған қайраткер Алаш партиясына? Дұрыс айтасыз, отырар, Рысқұлов, иә. Келесі сұрақ. Алаш үкіметінің төрағасы кім? Кеттік біз. Әмірәлейін, жауап берді, Алаш, Гүлназ. Нағыбек, жауап береміз. Гүлназ, Нағыбек. Жақсы, жарайсыздар. Бірден жауап беріп келешекті точно. Келесі сұрақ. Түркістан автономиясының алғашқы төрағасы. Онда біз айтып кетеміз. Уақытымыз. Мержан қалды. Қалды. Келешекте бір жауап. Мұхамеджан. Жақсы, дальше. Қазақ коммунистік идеясын қай партия ұсындырды? Болды? Жақсы, соңғы сұрақ бізде қойылды, иә? Ондай болса, жалпы сыныптың несін көрейік? Үлгерімі. 72%. Өзінің шапалағын қосамын. Болмады. 72%, средний класс точности, да? Жақсы, нәжіріме, аттырдың несі көп көрім? Бағаларымды кейін өздерін бұлмадан көрді боласындар. Құрметті оқушылар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни бүгінгі сабақта біз жасанды интеллектіні қалай пайдалану керек тарих сабағында соңында білдік. Және де Алаш автономиясы, Түркістан автономиясының құрылуы және тарихи маңызы туралы білдік. Осымен сабақ аяқталды. Қош сау болыңдар. Үйге тапсырма эссе. Жазамыз, үйге тапсырма эссе. Эссе жаңа екі тұлғаға арналған. Біреуіміз мына топ жаңағы Алаш болдық қой, Әлихан Бөкейханов болдық қой. Сізде үшеуіңіз Әлихан Бөкейханов туралы эссе, сіз төртеуіңіз Мұстафа Шоқай туралы эссе. Ондай болса, осымен сабақ аяқталды. Жинау есімде болады. Сіздерге көп рахмет. Қош сау болыңыздар.